Достар, баршаңызға бүгінгі сабақта сіздерге аудиторияның түрлері жайлы айтамын. Аудиторияны қалай создавать етеміз және оны реклама жіберген кезде қалай қолданамыз, соны айтатын боламын. Жалпы аудитория дегеніміз ол сіздің өніміңізді сатып алғысы келетін адамдарға реклама жіберу, иә. Біз жалпы таргетті жіберген кезде, реклама жіберген кезде широкий аудиториямен жібереміз, иә. Көбіне широкий аудиториямен жібереміз. Ол жерде біз өзіміз местоположениесін таңдаймыз, жас айырмашылығын таңдаймыз және қаласын таңдаймыз, иә. Ал бұл жерде аудитория бөлімде аудиторияларды создавать етсек болады. Аудитория бөліміне кіреміз. Қараңыздар, аудитория бөлімінде бізде Фейсбукта 3 аудиторияны создавать етсек болады. 3-ақ аудиторияны создавать етеміз. Бұл жерде пользовательская аудитория, похожая аудитория және сохраненная аудитория. Пользовательская аудитория деген бұл біздің Инстаграм аккаунтымызды қарап көрген адамдар, иә. Мысалы, біз бір реклама жібердік, охватымыз көп болды, яғни рекламамызды көп деген адам көрді. Мысалы, 5.000, 10.000 адам көрсе, сол 10.000 адамның ішінен WhatsApp-қа мысалы 100 ғана адам келуі мүмкін, иә. Ал қалған жаңағы 900 адам, мысалы, біздің рекламамызды көрді, просто Инстаграм аккаунтымызға кіріп қарап шығып кетті, я болмаса жаңағы лайк басты, комментарий басты, қызығушылықпен қарады, иә. Ал мысалы 100 ғана адам келді бізге WhatsApp-қа, ал қалған сол 900 адамға қайтадан реклама жіберуге болады. Бізде ол пользовательская аудитория деп аталады. Бұл жылы аудитория, біздің өзіміздің Инстаграмымыздағы адамдарымызға, инстамызды қараған адамдарға жіберу. Енді создать пользовательская аудитория. Жалпы пользовательская аудитория, жылы аудиторияны создавать етуге бізде мына жерде 10-нан аса түрі бар, иә. Бірақ көбінесе қазір барлығы Инстаграмды қолданатын болғандықтан біз Инстаграм таңдаймыз. Аккаунт Инстаграм, далее батырмасын басамыз. Осы жерде источник деп тұр, иә. Источник деген жерде өздеріңізге қажетті Инстаграм аккаунтты таңдап аласыздар. Осы жерден шығып тұрады. Мысалы, мынау Ктрлафудты таңдайық. Мына жерде события деп тұрған осы қалпында қалады. Мінекей қараңыздар, все, кто взаимодействие дейді. Яғни сіздің аккаунтыңызды қараған, кірген, публикацияға жаңағы лайк басқан, комментарий жазған, сақтап алған адамдарға жіберу, иә. Енді мына жерде 365 деп тұр. 365 бұл бір жылы өте көп, иә. Мысалы 120 или 90 күн деп қойсаңыздар болады. 90 күн деп қоя берейік. Яғни 3 ай көлемінде сіздің Инстаграмыңызды қарап, қызығып, көрген адамдар келесі. Название аудитория осы жерге жазамыз. Бұл жерге инста ретаргет деп жазсақ болады. Негізі ретаргет деп те аталады, қыздар. Ретаргет дегеніміз мінекей осы біздің Инстаграмымызды көрген, жаңағы шығып кеткен, лайк басқан, бір айдың көлемінде қарап, рекламамызды көрген адамдарға қайтадан реклама жіберу. Ретаргет инста деп қоямыз. Енді создать аудитория дегенді басамыз. Қараңыздар, бізде уже сохранить етілді. Міне инста ретаргет деп тұр, иә. Бізде создавать етілді. Енді келесі аудиторияны түрі бізде похожая аудитория. Похожая аудитория дегеніміз бұл сіздердің жаңағы ретаргетті создавать етіп алдық қой біз. Сол аудиторияға ұқсас адамдарды алып келу. Яғни біздің Инстаграмдағы подписчиктеріміз, Инстаграмымызды қарап қызыққан адамдар бар ғой, тура сондай қызығушылығы бар адамдарды алып келу. Мына жерде енді өзіміз жібергіміз келген страницаны или нені таңдап аламыз. Мына жерде біз инста ретаргет деп сохранить етіп алдық, иә. Осы пользовательский аудиторияны таңдап аламыз. Яғни бізге осы жаңағы инстамызды қараған, қызығушылығы бар адамдарға ұқсас, тура сондай ұқсас адамдарды алып келеді. Мына жерде енді местоположение таңдамасаңыздар болады. Мына жерде
Енді біз шкаламен көрсетеміз. Егер бірден бастап онға дейін шкала қоятын болсақ, бізге көбінесе көп танымайтын адамдарды, ұқсамайтын аудиторияны алып келеді. Сол себепті бірден бастап төртке дейін, я болмаса нөлден бастап төртке дейін алып келсеңіздер болады. Сол кезде сіздерге көбірек ұқсас аудиторияны алып келеді. Мхм. Мына жерге Қазақстан дейміз. Қазақстан. Страницаны таңдадық. Қазақстан. Так. Енді бізде шкаламен көрсеттік. Міне қараңыздар, төменгі жағында бізде уже қанша адам тапқанын, 296 мың адам уже похожая аудитория тапқанын көрсетіп тұр, иә? Енді создать аудиторияды басамыз. Бізде сохранить етілді. Қараңыздар, инста ретаргет деп қойған. Ол біздің жаңағы инстаграмымызды қарап көрген, жаңағы 3 айдың көлемінде қарап көрген адамдарға жіберуге. Ал похожая аудитория ретаргет дегеніміз сол аудиторияға ұқсас адамдарды алып келеді. Бұлардың барлығын жаңағы қалай қолдану керек, оның барлығын көрсететін боламын. Ол үшін белгілі бір әрқайсысын жеке-жеке жіберетін боламыз. Реклама жіберген кезде тек қана бір аудиторияны ғана таңдап жіберетін боламыз. Сохранение аудитория келесі бізде. Бұл жалпы өзіңіз жіберетін рекламаңыздың аудиториясын сохранить етіп алу. Яғни қайта-қайта оны таңдай бермей, осы жерге сохранить етіп алуымыз бізде. Сохранение аудитория, мысалы сіздерге названиесін жазамыз бірінші. Фастфуд қосшы деп қояйық. Қосшы. Енді мына жерде Қазақстан қалады, оның астына біз қай жаққа жібереміз, соны жазамыз. Мысалы, Лесная Поляна. Міне, Қосшы микрорайон, Лесная Поляна. Тайтөбе. Бұл енді Нұрсұлтан, Астананың жанындағы қала, Қосшы деген. Сол қалаға жібереміз, және сол қаланың жанындағы ауылдарға жібереміз. Тайтөбе, так. Және қыздар, қараңыздар, мына жерде біз сол нелерді, яғни қаланың ішіндегі улицаларды да таңдай аламыз. Ол үшін осылайынан жақындатасыздар. Осылайынан жақындатып, мысалы, именно қай көшелер бізге керек, соны таңдап аламыз. Мысалы, біз Қосшыны таңдап алдық, иә? Міне. Міне, Қосшыны таңдап алдық. Енді поставить метку деп, мына жерде Амангелді Имановаға қойдық. Плюсты басымыз. Амангелді Имановаға қойдық, иә? Мына жерде, так. Улица Ақан Сері, Амангелді Иманова, Сүйінбая, Мыржақов Дулатұлы, Дәулеткерей, так. Әуезова. Поставить меткуды басып, улица Ұлы Дала. Осы жерге қоямыз. Так.
далаға қойды. Так, осылай картамен жұмыс жасап қарап отырасыздар, қай жерлерге қойғыларыңыз келеді, қайда жібергілеріңіз келеді. Алтын дала, так, лесная поляна. Неге бізде таңдадық. Так, төмен түсеміз. Өзімізге керекті жерлерді сохранить етіп таңдап алдық. Минимальный возраст, так, мына жерде язык таңдасаңыздар болады. Русский, казахский. Бұны таңдасаңыздар да болады, таңдамасаңыздар да болады. Тілі, так, мына жерде төменгі жақта түссек, төмен қарай түсеміз. Мына жерде енді біз так, енді мына жерде возрастын таңдайсыздар, иә? Возраст бізде 18 жаспен, так, 60 жас дейік, 60 жаспен 18 жас. 18 емес, біз, так, 18 жас минимальный болып тұр, иә? Бізде негізі фастфудқа жақсы 18 жас бола берсін. Мына жерде все деп таңдаймыз, өйткені барлығын бірдей жібереміз. Және осы жерді таңдаймыз, және детальный таргетинг деп тұр, иә? Астында осы жерде біз қызығушылығын жазсақ болады. Бұны біз енді фастфудқа беретін болғансын, мысалы, родители. Мысалы, родители, так, 6-8 жастағы балалардың анасы деп жаздық, иә? Ата анасы, және семья десек болады. Семья. Енді әр түрлі қызығушылығын жазсаңыздар болады. Родители, так, 13-17 жастағы. Родители все десек болады. Моя семья деп таңдасақ болады. Осылай таңдап аламыз. Және енді осы жерде сохранение аудиторияны басамыз. Бізде уже сохранить етілді. 3 түрлі аудиторияны сохранить еттік. Келесі сабақтарда сіздерге бұны қалайынан қолдану керек, соны көрсететін боламын. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын.